Әпер ана қамшыны, деді атам сұрланып. Арланнан туған арсыз күшіктің жон арқасынан таспа тілейін бір. Мен орнымнан ұшып тұрдым да, бір қадам алға аттап, апама қарадым. Отыр селтемей, деді ол. Әпер жаныңның барында, деді атам. Апамның көзінде үрей, өңінде кейістік. Атама жалынышпен, көкеме аяушылықпен жалпақтайды. Үлкен кісі-ау. Апам атамның атын тура атамай үлкен кісі дейтін. Бір жолға ашуыңызды маған берсеңізші деп шырпыр. Оған атамның илігер түрі жоқ. Қабағынан қар жауып, сен бәріне кінәлі. Жалғыз ұл деп сақалы белуарына түскенге дейін бесіктен шықпаған қызыл шақа балапандай безілдеп жүріп жеткізген жерің осы. Баласы өзіндей болғанша ақыл есі толмаған, ұяттан жұрдай бұдан не үміт, не қайыр. Мына дүниеде екеумізге ұшпақ емес, тозақ қана бұйырыпты, тозақ. Атам дір-дір етіп булығып қалды. Әпер қамшыны, сен де мені тыңдаудан қалдың ба? Көзге күйік, көңілге түйткіл болып тұрған жалғыз мен ғана ма? Онда қарамды батырайын. Үлкен кісі-ау, үлкен кісі, жоғырымды бастамасаңызшы. Қайдан кезігіп қалды сендерге? Менен бұрын атам жауап берді. Қайдан? Қызыл көрінген жерден оңайда кетуші ме еді бұл, жұтынып барып жұтпай. Әй сорлай, өлеріңді білмей орға құлай беретін болдың-ау. Біреуді біреу білмей бара жатқан соң кете қойып едім. Мені көзіне ілмегенде сенің алдыңда құрдай жоғырғалай қояр. Жанымда қара болып еріп жүрген ердәулетім дейтін атамды аяп кеттім. Ағаш төсектің үстіне орындықты қойып, қамшыға қол соза беріп, апама тағы мойын бұрсам, ол кісінің басы салбырап, әлсіз жанарымен жер шұқып қалыпты. Неге мелшиіп қалдың, әкел бері, деді атам зекіп. Орындықтан секіріп түсіп, қолым дірілдеп қамшыны ұстата бердім. Басындағы жезі суп-суық екен. Кешірімі мол атамның қаны қарайып, дәл осындай ашуланғанын бірінші көріп тұрмын. Әшейінде жайдары, жаны шуақты адамның аяқ астынан тас-талқан болуы төбемнен мұздай су құйғандай әсер етті. Өне бойым тітірегенде тісім-тісіме тимейді. Әжім торлаған жүзіне қарасам, қас қағым сәтте неше құбылады. Көз жанарын қадаса, өңменіңе оқтай қадалады. Қамшы қолына тиіп еді, арғымақтың үстінде тұрғандай айбарланып, еңкіш жауырыны түзеліп, тіпті биіктеп кеткен сияқты. Қамысты қатты ұстасаң, мыжылады, ақырын ұстасаң қолыңды кеседі, деді атам. Еркемдеп еркелеткен мендей болсын. Қуаты қайтты, айбары жоқ, терең қазып тепкілеп көме салатын бір қап саудыраған сүйектеп жүрген шығарсың. Жоқ, саған төрдегі басымды есікке сүйрете алмаймын. Жыланның үш кессе де кесірткеде қауқары бар. Сен ұл, мен әке болсам, арақтың құл етіп қоймаймын. Естіп отырсың ба, ей? Кешірші. Ит, кешірші. Кешіріңізші дегенге тілің келмейді, ә? Атауасың арақ аузыңа тигенде төрткүл дүниенің иесі өзің ғана ғой. Көзіме көр топырақ кіргенше қия бастырмаймын. Көз ілеспеді, қамшы сарт ете түсті. Кешіріңізші. Бәлем, солай ма? Тіліңді шайнап, Сәлімбайдың босағасында түнеп шықпақшы екенсің ғой. Жоқ, тіршілігімде ондай қорлыққа өзім де көнбеймін, сені де жібермеймін. Естіп ал, Есуас. Естідім. Естісең, қамшыны тағы сілтеді. Бұршақ жауғандай бытырлағанда көкем ес таппай жер сүзе құлады. Еңбектеп келіп, атамның аяғына оралайын деп еді, басын жерден көтер алмады. Буын-буынын алып қалған арақтың уы тұяқ серпуге шамасын келтірмеді. Қамшы тиген сайын жыландай жиырылып қайта созылды. Үлкен кісі-ау, өлтіресіз бе? Апам құшақтай құлады. Шүйкедей кемпір соқталдай азаматтың қай жеріне пана бола қойсын. Үлкен кісі-ау, деді тағы екі көзінен жас парлап. Болды ғой, ендігі дүрені маған соғыңызшы. Ашуланған адам естімейтін де, көрмейтін де сияқты. Бір-екі рет қамшы апама да тиді. Бірақ ол кісінің оны елер түрі жоқ. Қайтсем арашалаймын деп, атамның қолы қалай қозғалса, солай ұмтылады. Тірідей өлдім-ау, ел бетіне қараудан қалдым-ау, тумай туа шөк.
Барыңнан жоғың. Атам ағаш төсектің үстіне барып сылқ етіп отыра кетті. Шыпылдап шыққан маңдай тері білеудей әжімдермен көлденеңдеп ақсамайына құйылып, одан төмен кетіп жатыр. Іл мына қамшыны. Айтқанын бұлжытпай орындадым. Сәлден кейін екі бүктеліп жастыққа басын қойды. Деміл-деміл күрсінді. Әй, баламай, арақтан өлген кімің бар еді, а? Арғаталарың арақтың атын естісе естіген шығар, бірақ көре қоймаған. Біздің тұсымызда болмады деп Құдайға күнәһар болмайын, болды. Қағып тастайтындар ел ішінде кездесетін. Дәл сендердей іздеп жүріп ішпейтін, деп апам көкемнің басын кеудесіне қойып ағыл-тегіл жылады. Қойдым, енді аузыма алсам ит болайын, дейді көкем иегі кемсеңдеп. Сөйтші құлыным, аналық соңғы тілегімді орындасаң, ақ сүтімді ақтағаның. Көкем баяғыдан бері өстіп неге мінез көрсетпеген, а? Өскеніңше жалғыз деп жан ұшырды. Одан өзімдей болды деп тартынды. Сен оның бәрін кері түсіндің ғой, балам. Қамшы есімді тез жиғызды ғой. Қамшының қасиеті бар. Тентекті тезге салады. Асқынғанды сабасына түсіреді. Асауды жуасытады. Көкем терезенің алдында тұрған қамшыға қол созды. Ұзақ қарады. Қарауытқан күміс бүлдіргесін құрым киізге ысқылап еді, жалтырап кетті. Баяғының қоспасыз таза күмістері ғой. Көкем басын изеді. Одан соң сүйретіліп орнынан тұрып, аяғы жаңа шыққан баладай теңселе басып, өз бөлмесіне беттеді. Қой балам, ақыл құмға сіңіп, азғындық аяқтан шалып, бас көтер алмай, бірақ құлама, деп апам соңынан телміре қарады. Атамнан қалған ас емес, бітті, қойдым, деді көкем, умаждалған қағаздай жүзін төмен салып, көзі қып-қызыл. Құдайым-ай, адамның қор болуы да, зор болуы да демдекен ғой. Сөйт ботам, сөйт. О Аллай, көңіліне ізгілік дарытсаң екен. Апамның мына сөздері жүрегіме инедей қадалды. Бұдан кейін менің мазам болмады. Неше түрлі ой қасқырдай қамап үрейімді шұрды. Берекесі кеткен отбасына кімді кінәларымды, кімді жазаларымды білмей дал болдым. Арақ деген атың өшкірді жасаған адам жер басып жүрсе, жағасына жармасып, қолында өлуге бармын. Әшейінде жастыққа басым тисе, ұйқы иектеп дайын тұратын. Бүгін одан адамын. Естігендерім, көргендерім, адамдардың бойындағы түрлі қасиеттер көз алдымнан көлбеңдеп өтіп жатыр. Таусылар емес. Олай-былай аунасам, мен жатқан төсекпен бірге жерде қозғалатын сияқты. Әлде маған солай сезілеме, қайдам? Ой сұмдық-ай деймін өзіме өзім тіл қатып. Арақ шіркінді ары ақ десе бері ағатыны несі? Адамдардың оған көк шыбындай үймелеп, қара құрттай қадалатыны қалай? Естерінен адасып жатса да, бір үзім нанға зар болып отырса да, кеңірдектері тарсылдап, зәмзәм суына шөлдегендей ұмтылады да тұрады. Ар мен адамдықты күл қоқысқа лақтырып тастап, соқыр тауықтай ұмтыладай келіп. Арақ ішкендердің басқа нәрсеге дәл сондай құлшынғанын көрген емеспін. Қызық, атам айтқандай, олар нәпсісін тыймайды екен. Бөтелкемен күрескен, тепсе темір үзетін азаматтың тыраң асып құлап қалатынына қайранмын. Бәрін жеңетін, ашуға ерік берсе, жер бетін тітірететін, ақылға жеңдірсе, тасқа гүл өсіріп, құмға шөп шығаратын құдіретті күш иесінің осы бір сиқырлы у алдындағы дәрменсіздігі бұрын да мені мазалай беруші еді. Бүгін тіпті жанымды жегідей жеп, өзегімді өрттей қарып барады. Атамның шыдамның шегінен шығып, ақыры шарт сынғаны да дұрыс. Апам екеуміз көкемді қанша аяғанмен, апамды қайдам, өзім атамды кінәлағым келмейді. Ол кісі жоқта көкем талай үрейімізді ұшырған. Апам айналып үйіріледі. Оны ішіп алған адам қайдан түсінсін? Әуектеген түсіне әуектей береді. Жеңгемді, Назгүлді осылай атаймын. Көзге де ілмейді. Көкемнің мұндай жат қылықтарын атам естіп қалса, ілгері басқан аяқ кейін кетерде адам сөйтіп қоқалақтайды деп бір тоқтайды да, семіздікті қойғана көтереді. Қойдан өзгенің бәріне желік бітсе, көзі тұман, көңілі қыран болып кеуделейді. Құласа мұрт сынады. Ондайлардың көбі қатарға қосыла да алмай қалады. Атамның байламы раста шығар.
Атам мен апам көкемнің басынан құс ұшырмапты. Бетіне лүп еткен жел бір тамшы жаңбыр суын тигізбепті. Кем дегенінің бәрін әперіпті. Ішем дегенінен тарықтырмапты. Осының қарымтасындай айтқаныңды қағып алады зеректігіне ол кісілер дән риза. Ауыздарынан тастамайды. Мектепті де жақсы бітіріпті. Оқуға да өз білімімен ілініпті. Амал қанша, Құдай басқа салған соң көнесің. Көнбеске шараң жоқ, дейтін атам қиналған кездерінде. Баланың жас күнінде сүйкімді болып, атыңа кір келтірмей, ер жеткен соң көзге шыққан сүйелдей көрінуі өміріңді өксітеді ақ. Ондай сәтте, үлкен кісі-ау, өйтіп таусылмаңызшы, ойланар. Ақ көңіл байғұс қасындағылардың көңіліне қарап құрып жүр ғой деп апам ара түседі. Білем, тас бауыр болғанда жақсы емес. Атам мен апамның қай сөзіне сенерімді білмей, кейде дал болатыным бар. Бұрынғыларын біле бермеймін. Өзім ес білгелі, көкем бір адамға жамандық жасапты дегенді құлағым шалған емес. Содан да болар, атамның бүгінге дейін қатты бір сөз айтпай келгені. Алматыдағы оқуын бітіріп келген соң жеңгеме үйленіпті. Елдің аузына ілініпті. Жұмаділдің ұлындай болсаң, болмасаң бордай тоз деушілер де табылыпты. Ондай сөздерді естіген атам мен апам іштей тіл көзден сақта деп күбірлесіпті. Қызметі де тез өсіпті. Той өтсе төрде отыратын болыпты. Қолдап қорғаушылар, қолпаштап мақтаушылар аз шықпапты. Күніне бірнеше қонақты аттандырыпты. Ондай кездерде әрине атам мен апам қолдаяққа тұрмай қызмет жасапты. Бірі отын бұтаса, екіншісі отқа түсіп ас пісіріпті. Тұрар, жақын жүргеннің бәрі жанашыр емес. Дос бар жерде қарсылас та болады. Аңқылдай берме, аяғыңды абайлап бас. Оң-солыңа қара. Адам аласы ішінде, мал аласы сыртында. Көтеріп барып тастап жіберсе, быт-шытың шығады. Быт-шытың шықса ешкімге керегің жоқ. Жолдасың қарамайды, досың жоламайды. От басында да отырсаң, опақ, тұрсаң сопақсың десе атам. Апам, үлкен кісі-ау, қараспанды төндіре бермесеңізші деп артынан, байқағаныңда дұрыс-ау. Жайнамаздай жайған ақ ниетіңді барлық адам түсінсе жөн. Түсінбей ішкі есебін шотқа қақса ұрынасың. Өзің ұрынбасаң ұрындырады. Атам мен апамның ақылын көкем ат үстінде тұрып тыңдапты. Ақыры арақсыз күн кешуден қалыпты. Қызметінен төмендеген соң достары да серепті. Оның бәрін мен енді ұғып жүрмін ғой. Бірақ ерте ұққанда қолымнан не келеді? Үлкеннің жұмысына бала араласпайды деп қағып тастары анық қой. Атам көкемді дәл бүгінгедей қамшымен сілейте сабаймын деп өмірі ойламаған шығар. Бір жағынан бұл да дұрыс. Ай дейтін ана, қой дейтін қожа жоқ деген менмендіктен арылар. Бұрын үй артында адам бар екенін ескермесе, енді есінде болар. Адамдар біріне бірі қарауылдай қадалып жүрмесе, айтар сөзінен, атқарар жұмысынан, ішер асынан жаңылып қалатын тәрізді. Қарауылдың да түр-түрі бар. Ал адамдар да даусыз солай. Адалмын деп жүріп алдап кетеді. Күліп тұрып ашу шақырады. Пәктікке тамсанып артынан баттитып күйе жаға салады. Азаматтық туралы бар даусымен жар салады да, қара басының қамы ойына оралғанда бәрін ұмытып, жымысқы тірліктің құлы болып мысық табандап қалады. Неге біз жасандылыққа, жағымпаздыққа, жалған мінезге әуеспіз а? Неге? Әй баламай деп бір күн кетіп жүре беретін атамды Сәлімбай ағаның үйіне жиналған құда күтуші ауыл адамдарының дарақылығы әбден ақ ширықтырған. Оның үстіне көкемнің үйден аттап өтіп, соларға қосылып кеткені, қалай болса солай сөйлеп, алдындағы тамағын төгіп шашқаны арқасын аяздай қарған. Ең ауыр тигені ел тарап жатқанда тілге көнбей кергігені еді. Соның бәрі атамның көкірегіне шер болып байланыпты. Ол шерді қамшы шығарды. Шығарып қана қойған жоқ, айызында қандырды. Сәлімбай ағаның менімен бірге оқитын Ғалымбек деген баласы, Алматыда оқитын Сырғаш деген тәтем үйленіп кетіпті. Құда келетін көрінеді деп бір қуанып, бір ренжіп жүрген. Сабақтан келіп, киімімді ауыстырып шайға отыра бергенімде, апам сырттан сөйлей кірді. Үлкен кісі-ау, мұртты қайнымның құдалары келді-ау шамасы. Абыр-дабыр болып жатыр. Әлгі Күмісжанның даусы жарқын-жарқын шығады.
іргелес отырып есіктің сыңылауынан сығалағанымыз ұят болар. Жүріңіз, барып құтты болсын делік деді. Атам сәл уақыт үнсіздіктен кейін: барсақ баралықшы, әлгі құдаларына артық ауыз сөз айтып қойып жүреме деп үйден шыға жөнелді. Мен де барайыншы. Бара бер, қайта Ғалымбек екеуің құда күтсесіңдер. Апам екеуміз келгенде құдалар есік алдында тұр екен. Сәлімбай аға ашулы: сырғашым оқуын бітірмеп еді. Сонау ит арқасы қиянға қалай барғанына таңмын. Қысым көрген болу керек деп тоқтай бергенде Күмісжан көзінің жасын бір-екі сығып жіберіп: апырай десеңші, бір ауыз сөзге келтірмеген ғой, болмаса алдымыздан өтер еді. Келген сайын білген ақылымды айтып, көрінгеннің жетегінде кетіп қалма дегенімде, қойыңызшы қайдағыны айтпай дейтін. Әй, ол келсін бере қоймадау деді. Олай демеңіздер құдалар. Екі бала сөзді пісіріп, ортақ мәмілеге келіп барыпты. Содан ақ батамызды бердік деді құдалардың ішіндегі мұртты кісі. Біз жауласайық деп келмедік, елдесейік деп келдік деді оның қасындағы сөмке ұстаған әйел. Сәлімбай, қыз барған соң артық әңгіменің керегі не? Айыпты болып алдыңа келген соң атаңның құны болса да кешу керек. Аш есігіңді, баста құдаларыңды үйге деді атам. Есік ашылып, құдалар үйге кірді. Екеуің неге состиып тұрсыңдар? Ана самаурынды тез қайнатып жіберіңдер. Жол жүру оңай дейсің бе? Құдалар шөлдеп келген шығар деді Күмісжан жеңгем. Өзі қолда-аяққа тұрмай жүгіріп жүр. Шай қайнаған соң кісілердің қолына су құйдық. Дастархан жазылып, үсті неше түрлі тағамға толды. Сәлімбай аға сандықтан арақ алып еді, Күмісжан жеңгем стақандарды әкелді. Арақ пен стақанды көргенде менің төбе шашым түк тұрды. Бірақ менімен кім санаса қойсын. Бір кесе шай ішілер-ішілместен бөтелкелердің аузы ашылды. Әлгінде ашуланып айбат шеккен ағамыз мәз. Толтыра құйып, отырғандардың алдына апарып қойып жатыр. Бұл міндетті орындап болған соң ал келіп сөйледі дейсің. Құрметті құдалар, қош келдіңіздер деп бір тоқтады. Одан соң арғы-бергі біраз мәселелер ағыл-тегіл айтылды. Соңынан екі баланың бақыт үшін алып жіберейік деді. Алғашында өкпелесіп қалғандай бәрі томсырайып отырды. Бір-екі тілектен кейін бусанып шыға келді. Сөзге қонақ бермей бара жатқандар да жоқ емес. Сәлімбай-ау, сен батаны малдан бұрын араққа сұрап, мына кісілерді сумен сұлатқалы отырсың ба деді атам. Масқара, сіз болмасаңыз ойда да жоқ ол деп Сәлімбай аға далаға тұра ұмтылды. Ғалымбек, қорадағы көксекті алып шық. Әй Күмісжан-ай, сен де бір жүрген пендесің-ау. Ойбуй, сөзінің түрін қара. Менің қолымда қара қазан мен сары самаурыннан басқа не бар деп ол кісі қарсылық көрсетті. Болды, тілін безеп шыға келеді екен деді Сәлімбай аға, буы бұрқырап тұрған тақыр басын жеңімен сүртіп жатып. Көксекке Ғалымбек бата сұрады. Мұртты құда батаны ұзағынан қайырды. Неше түрлі өнегелі сөзді қойдай шұбыртқанда отырғандар аузын ашып көзін жұмды. Біте бере, ой бәрекелді, құда көңілің сары екен деп еркектер жағы орындарынан қозғалып еді. Әйелдер, дұрыс қой, ішкен асты өстіп ақтау керек. Сендер ерінді жыбырлатып, Аллаху әкбар деп бетті сипай саласыңдар. Мына құда құсап, төгілтіп бата берсе құлаққа да жағымды, көңілге де ұнасымды десті. Бұған құдалар жағы көтеріліп қалды. Ауылдың бөрік кигендері қызарақтады. Қызара бөрткен бір-екеуі көздерін алартты. Онымен қоймай, әйел дұшпан деген осы деп күңкілдеді. Бәрі жарасып тұр деді әлгі бата берген құда. Арқа етіміз арша, борбай етіміз борша болып, балалар үшін осында келіп отырмыз. Танысып, табысып жатырмыз. Қазіргі жастар бар жоғыңмен санаспайды. Оның айтқаны заң, орындауға міндеттісің. Әкеден жасқанып, анадан қаймығушы едік. Мына заманда оның бәрі керісінше. Біз ауылдан шыққалы 5 күн болды. Бір жұтым суға жете алмай, ерніміз кеберсіген кездерде жасырып керегіне екеуінің бастарынан төмен қарай мұздай суды төктік қой аямай. Бәрі қиналғандықтан, әйтпесе өрісің кеңіп, өркенің өскеніне кім қарсылық жасайды? Қайта қуаныш емес пе? Оның үстіне қазақтың жері ортақ, ұл мен қызының еш бөтендігі жоқ.
Бұл айтқаныңызға қосыламыз, деді атам. Сізде ұл, бізде қыз болмаса, өстіп бас қосып, бір дастарқаннан дәм татамыз ба? Әлгіндей жол азабы дегеніңізге дау жоқ. Амал не, айналып келіп оған да төземіз. Екі баланың тілекшісі болып жүгіреміз. Дегенмен жастар біледі деп беттен қақпайтын болдық. Оның білетіні де, білмейтіні де бар. Артық қолпаштан адасқандары да, жардан ұшып жатқандары да аз емес. Ондайлар өзін өр санайды да, артынан бізге үлкендер дұрыс тәрбие бермеді деп жағаңа жармаса кетеді. Атамның мына сөздері құдалардың діттеген жерінен шыққандай болды. Алғашында үдірейсіп, бір-біріне сынай қарасып отыр еді, енді ежелгі таныстардай көңілдеріндегі түйткілдерге дейін бүкпесіз жайып салды. Шәй ішіліп, қуырдақ желініп біте бере, дастарқандағылардың көбі қызайын деп қалды. Үлкен құданың қасында отырған тісі кетік апай дарылдаған даусымен ән бастады. Ол біреуді қойып, 3 әнді бір-ақ айтты. Біздің жақтың желіккендері бірінің қолтығына бірі су бүркіп, ауылдың 6 аузын сызылта жөнелді. Соңын хорға айналдырып тынды. Сәлімбай, ау Сәлімбай, деді атам. Мына елдің қамау терін алып бәйгеге қосайын деп отырсың ба? Аяқ жазып сыртқа шықпай ма? Қазір аға, қазір. Бір азаматымыз тілек айтып жіберсін, одан кейін алдарындағыны қалдырмай алғандарға рұқсат, ал қалдырғандар шықпайды. Қане Ореке, сөз сізде. Бұл кісі құдалар, қойманың бастығы. Мына ішіп жеп отырғанның бәрі Орекеңнің қолынан шыққан, деді Сәлімбай аға, күн көрінетін құлағын сипап. Орынбай аға ырғалып-жырғалып орнынан тұрды. Басынан бұлақ болып аққан терін көлдей орамалмен асықпай сүртті. Ауыздыға сөз бермей отырған ауыл адамдары тым-тырыс. Бәрі тілек айтушыдан көздерін алмайды. Еркіндеу кетіп отырған құдағи шыдамады білем. Әй құда, баста сөзіңді, мына жұрт ұйықтап қалатын болды. Әлде сен ойланып болғанша мен бір ауыз ән салып жіберейін, деді тілі жылтың-жылтың етіп. Қасындағы мұртты құда құдағидың тізесін нұқып қалды. Әрине бұнысы құмырсқа әліңді біл дегені. Көрші қолаң, мына ел Орекеңді білмейді осы дегендей жалтақ-жалтақ қарасты. Орынбай аға салмағын бір аяғынан екінші аяғына ауыстырғанда теңселіп кетті де: «Я, құда-құдағилар ауылға кеп қалыпсыздар. Жолдарыңызға гүл бітсін. Мұна тұрған сәкең дүниеге бір-ақ рет келетін адам ғой. Осындай кісімен құда болған сіздерде де арман жоқ. Я, солай. Рахмет, Ореке, рахмет». Сәлімбай аға енді сәл мақтаса, құлап түсердей қопаң-қопаң етеді. Қараңыздаршы, аузын ашса тісі көрініп тұр ғой. О, құда, тіс емес, көмейі. Солай екен ау, дұрыс құдағи. Ореке енді әзіл. Сәлімбай аға тұтығып даусы әрең шықты. Гүл-гүл жайнап тұрған өңі құп-қу. Бүлдіріп алмасам екен Орекеңді, о құдай сақта деп тұрғандай. Түсінем, балалардың бақыты үшін, деді Орынбай езуі екі құлағына жетіп. Орекең сөйлегенде алмай, қашан аламыз деп бәрі қопарыла тұрды. Қозғалмағандар құдағилар мен атам ғана. Орекең үшін ауылдың 6 аузын мен айтам деп таласқандар, арғымақтары бәйгеден келгендей қызарақтасып жатыр. Әншілер дастархан басында қалды да, атам бастаған бір топ сыртқа беттеді. Бұл кезде уақыт намаз шамнан ауған еді. Туф, тынысым тарылып өліп кете жаздадым ғой, деді мұртты құда. Атам күрсінді. Сіздердің ауылды да бұл ауру жайлаған екен. Ауру болса емдеп жазар едік. Қасірет болып діңкілдетіп тұр ғой. Расау, табылған сөз, сонда бәрін бүлдіріп жатқан өзіміз ғой. Бір таңғалатыным құда, ана бөтелкенің ішіндегі жынды су емес, пенденің жан дүниесін арбап тұрған қара бас жыланда елестейді маған. Жыланда сұмдық қой, бейкүнә, аспанда ұшып жүрген құсты шырылдатып алдына түсіреді. Бір қылғып жұта салады. Мынау да одан кем емес. Анау бір жылдары өзімізден кейінгілер арақты ұрлап ішіп темекісін жасырып тартатын. Қазір әкесі мен баласы бір бөтелкені қылдай бөліп тартып жіберіп жүріп кете береді. Расау, дегенмен сөйтіп ішкендердің аяғы жанжалға барып тіреліп жатыр жүке. Қайраттысы қайратсызын сойылға шығып, тіпті өлтіріп те қояды екен. Естіп жағаңды ұстайсың. Қолыңнан түк келмеген соң, естіген жерден жырақ деп дәрменсіздік танытасың. Расау, әйтеуір біздің қазақ көрсе қызар ғой, көргенін орындаудан,
Әрине жақсысынан гөрі жаманын алдына жан салмайды. Аузыңды аңқитып шаң қаптырып кетеді ғой деп мұрттығы да терең дем алып басын шайқады. Осы кезде Сәлімбай аға есік алдына шығып, қане үлкен кісілер, ет пісіп табаққа түсіп жатыр, қол шайып үйге кіріңіздер деді. Бөлме көк түтін, біреуді біреу біліп болар емес. Әйелдер жағы да ерлерден қалсар түрлері жоқ. Өзеленгенде өңешіңді ағаш кеңірдегімен қоса суырып алудан тайынбайды. Атамдардың қасында тұрып байқамасам керек, көкемнің қай кезде мына топқа келіп қосылып алғанына қайранмын. Бригадирдің әйелі екеуі мәз-мейрам. Көкем оның құлағына бір нәрсені сыбырлайды. Ол түбі түскен шелектей таңқылдап келіп күледі. Төңірегімде өзге де адамдар бар-ау дегеннен ада. Зығырданым қайнап, ішім тұз құйғандай ашыды. Атама көз салсам, ол кісі де құсадан күйіп отырған тәрізді. Сормаңдаймын ғой, сормаңдаймын. Жалғыз ұл деп бетінен қақпадым. Жел өтіне, ел шетіне қалдырмадым. Оқыттым, қатарға қостым. Мұның бәрін істемесем кінәлі мен болып, екі қолы өмір бойы жағамда кетер еді. Тәңірім-ау, туғанда жалқы жүріп, қатарынан кем болса, қолы аузына жетпей жоқшылықтан кеудесіне шер толса, ескерусіз қалып, оза шапқандарға қараумен көзі талып, осы күйге түссе арманың не? Бишара қайтсын дейсің де қоясың ғой. Тұрар деген ұл, Тұрар деген азамат, осының бәрін тып-типыл етіп, нәпсіңді тия алмай, табанға тапталып, күлкі болып отырғаның-ай. Кірмегенім қара жер. Атам көкеме кигенде осы тақылеттес сөздерді айтатын. Оның қазіргі кейпі сол сәтін көз алдыма елестетті. Тамақ алыңыз дейді қасындағылар. Алып жатырмын дейді тұнжырап. Сәлімбай ағаға бұрынғыдай ескерту жасамақ түгел бетіне қарай алмай, ет қызумен бүйректен сирақ шығара салама деп көкеме күдіктенетін сияқты. Ол сөйлесе тұтыққан өңін сездірмеген сиді. Адамның биіктеуі де, құлдырап төмен түсуі де жасқаншақ тартып, тіпті жалп беріп, ар деген арғымақтан не өзі ауып түсіп, не өзін аударып кетуі осындайдан екен-ау деймін. Бірақ атамды ондайлардың қатарына қосу, үш ұйықтасам ойыма келмесі анық. Үлкен тамақтың үстінде де жиналыс жалғасты. Құдай сақтасын, қыннан суырылған кездіктей ер әйелі бар бірнеше адам көсіле сөйледі-ау. Бірі Сәлімбай ағаны мақтаса, екіншісі құдалар жағының бағасын асырды. Үшіншісі сырғаштың қамын жеп, жер шалғай екен, бірінші сіздерге, екінші құдайға тапсырдық деп сықсыңдады. Мына сөзді естігенде Сәлімбай аға мен Күмісжан толқып көздеріне жас алды. Оларыңыз не? Түсіріп отқан келініміз бір бұл емес. Қазақстанның төрт бұрышымен түгелге жуық жекжат жұратпыз деді кетік құдағи. Олай деп кергімеңіз. Алақанына салып аялап баққан баласы болған соң қалай шыдасын, өзегі өртенбей деушілер табыла кетті. Қыз жат жұрттық деп анау да қасарыса қалды. Мұндай тұста ашылып бара жатқан араны атам жақындастыра қоятын. Біріне көзін аларта қарайтын, екіншісіне ақылын айтатын. Енді одан да қалған. Басын жерден көтермейді, ашылып әңгімеге де араласпайды. Сәлімбай аға көкеме де сөз берді. Орынбай ағаны жер суға сыйғызбай мақтап еді. Көкеме келгенде сәл бәсең тартып тұтыға берді. Желкесінен біреу тұқыртып тұрғандай мойнын ішіне алып алған. Көзі сөнетін шамдай жылт-жылт етеді. Өңі де сұп-сұр сияқты. Осы сәт қызара бөртіп алған бригадирдің әйелі киіп кетті. Я құдалар, қайнаға дұрыс айтады. Бұл кісі біздің ауылдың кезінде дүркіреген бастықтарының бірі болатын. Қазір де жаман емес, бірақ бір саты төмендеп қалды. Құдай жар болып қатарымызға қосылды деп мәз. Екі бетім жалын шарпығандай дуылдайды. Құдайда несі бар екен, а? Құдай емес өзіне өзі істеді ғой. Басына қонған бақытты бағаламағанына да біреу кінәлі ме? Бұған не жорық? Қолындағы ыдысына лайланып тамған терін сүртіп алмай ма одан да? Арақтың буына емес, кетпен ұстап, отын бұтап, шөп шауып, дәл қазіргідей бода-бода болып терлесе сөз басқа деймін кішініп. Естіртіп айтуға тіл қысқа. Ойдағының бәрі іште өледі. Үлкендердің сөзіндегі астар мен кері тартар кекесінді түсініп тұрып, олай емес бұлай ғой деуге қақың жоқ. Атама бұл ойымды талай айтқам, бірақ ол кісі жас үлкеннің алдын қиып өтпе,
Бес саусақ бірдей емес. Жақсыға қарап жадырап, жаманға қарап дүниеден екі қолыңды төбеңе қойып безесің бе? Үйрену де керек, жирене білу де орынды дейтін. Атам осы ойын бекіте түскен бе, бригадирдің әйеліне қабағын түйіп қарап отыр екен. Анау сөзін тез бітіре қоймаса, оқ жыландай атылуға барау шамасы. Абырой болғанда әйел түкірігіне шашалып, қиқ-қиқ етіп булықты да қалды. Ей Сәлімбай, сен құда күтіп отырсың ба? Әлде көрші қолаңның шашпауын көтеріп, солардың құрметіне ақта төк дастархан жасап, аузы мұрнынан шығарып отырсың ба? Адамды сыйлап, үлкенді әспеттеген елдің ұрпағы едік қой. Мына қонақтар ертең қайтады екен. Дем алмай ма? Онсыз да жол соқты болып келді. Келу оңайға түспегенде, ел жұртына жету оңайға түседі дейсің бе? Жолаушының жолы жүрсе бітеді. Мына гуілдектерге ермек керек. Жарылғанша ішіп, құлағанша құлқынға құйып бәрін тындыру. Бұл күнде бар жоғыңмен санаса қоятын жанда табыла бермейді. Алушының тіріліп, берушінің жер жастанған уақыты, деді атам тарату жағын меңзеп. Солай, бірақ ойнап күлу керек шығар. Тойда ойнап күледі. Құдалар той қамында көрінеді ғой, сол кезде бар өнерлеріңді көрсетерсіңдер. Бригадирдің әйелі аузын қисаңдатып атама дау айтқан болды. Бірақ оның сөзін отырғандар қолдай қоймады. Кетік құдағи бір ұмтылып қалып еді, мұртты құда қағып тастады. Көкем жетістіріп түк айта алмады. Тарыдай шашылып, сөздерінің басы бірікпеді. Үсіген сәбіздей тілі күрмеліп, сырғаш, күйеу бала дей берді. Сәлімбай аға көк мойынның тағы бірін шеңгелдей ұстап, аузын арандай ашып, тісімен тығынын жұлып алып, бір құйып жіберейін деп ұмтылғанда атам, болды деді қатуланып. Қайсысының терісін тірідей сыпырмақсың? Арақтан мүйіз шығар болса қазақтікі. Соның ішінде сол қазақтың бір бұтағы сендердікі кетті бәленбай 100 метрге. Мүйізіміз ұзын деп масаттансаңдар, қағып алатын қара күш табылады. Табылмаса қарсы біткен қайқы бұтақ ақ іліп түседі. Дастарханға бата беріп, екі жасқа қомыр тілейік оданда. Бұл жолы ол кісіге ешкім қарсы шықпады. Айтқаны орындалды. Жүрде әкеңе. Көкем менің сөзімді маса шаққан құрлы көрер емес. Бара беріңдер, адасасыңдар ма? Сәлімбай ағаға араға кел деп айбат шегеді. Есіктің алдында күтіп тұрған атам келіп қалама деп сәрем жоқ. Қолынан ұстасам сілкіп тастайды. Сол кезде жел өтінде қалған жалғыз шыбықтай теңселіп кетем. Ызадан ба көзімнен жас та шығып кетті. Ит тойған жерінде, ит болмасаң тұр орныңнан, табаныма салып таптап тастаймын қазір. Ашу қысқан атамның жүзіне қарау мүмкін емес. Мұрты мен сақалының әр талы батырдың жауға аттанар сәтіндегі найзасындай болып елестеді. Апырмай, Жұмаділ ағай, ит тойған жерінде деп, біздің үйде осындай ауыр сөзге барғаныңызға таңғалып тұрғаным деп, Сәлімбай аға атама жалтақ-жалтақ қарады. Жаны күйген жалғызын қарғайды. Артық кетсем айыпқа бұйырма. Арақ деген тажал талай жасамысты аздырып қана қоймай, біз сияқты екі оттың ортасында жүрген бейбақтарды қамшының сабындай құсқа ғұмырында арандатып, қасықтап жиған аз абыройды шөміштеп төгіп бітті ғой. Көзінің алды көлкілдеп, ақсары жүзі қара қошқылданған Сәлімбай аға, дұрыс деп, мойын сүйегіне зақым келгендей дамылсыз қозғай берді. Кінәласпайық, Сәлімбай қарағым. Қызды қияға ұшырғаның, ақымаққа ақыл айтар, жол сілтер дәрежеге жеткенің. Тұрар да жас емес, мас, есін қашан жияды дегенде кірпігім айқаспай таңдадырам. Атам да көзіне жас алды. Оны аңғарып тұрған көкем жоқ. Дүниесі түгел. Алдына арақ қойсаң қағып жіберуден тайынбайды. Атам айтқан, тажалға неге құмарсың көке? Атам мен апамды, Назгүл жеңгемді бір сәт аясаңшы көке. Шыңға өрлемей, құзға құлағаның не көке? Деп қара түнді қақырата айқайласам, құлағына жетер ме екен?